Әке, біз қайда келдік? Біз ат қорасына келдік. Бұл жерде бәйгеге аттарды дайындайды. Мұнда сені әкелген себебім, кезінде сенің атаң Шайхы, яғни менің әкем, кішкентай күннен атқа деген қызығушылықпен өсті. Ат құлағында ойнап өсіп, бәйгеге де қатысты. Әкемнің маған бөліскен кезіндегі ақпараттарымен саған да айтқым келіп тұр. Сол үшін бірінші кезекте атты қалай ерттеу керек туралы саған айтып беремін. Ал балам, ат әбзелдермен таныстың, ат қораға бардық, атты қалай ерттеу керектігін көрсеттім. Енді бүгін сені ат әбзелдерінің құрамына кіретін қамшы, ержігіттің қаруы, шабандоздың құралы, осы қамшымен қазір таныстырып өтемін. Бұл қандай қамшы? Бұл әсемделіп арнай жасалған қамшы, сабы. Көрдің, киіктің аяғы, тұяғы мына жерде тұр. Одан кейін терімен, қайыстан иленіп, өріммен жасалатын қамшы, мына жерде күміс әшекейлермен безендіріледі. Жалпы қамшының түрлері өте көп. 4 өрім, 3 өрімнен басталып 40 өрімге дейін жасалады. Мына жерде көріп отырсың, міне теріден арнайы иленеді. Одан кейін тас бағылып, бөліп кеседі, соны бірнеше өрімге осылай жасалады. Мысалы, мына қамшы ағаш саппен жасалған. Жалпы сабы мықты болу үшін тобылғы, ырғай сияқты мықты ағаштардан жасалады. Іліпқа тұстай қойшы кет. Өрімін көрсетейін саған. Мына жерде 4 өрім, мысалы, екеуін былай, көріп отырсың ба Ілқуат? Иә. Балам, өрім жасағанда өте тығыз қылып, терінің таспасын мықтылап өру керек. Себебі қамшы шабандоздарға пайдаланған кезде бататындай мықты болу керек. Ал балам, бүгін асыл мұрамыз атбегілік өнердің бір бөлігімен ғана таныстырдым. Атты қалай ерттеуді, атқа қалай мінуді әкемнен қалай үйренсем, мен де сол ақпараттың бір бөлігімен ғана сені таныстырдым. Сен де келесі ұрпаққа осы ақпараттарды насихаттайсың деген үміттемін.